Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен өзіме Қытайдан келген оптика караби мылтығына арналған оптикаға обзор түсіргім келіп отыр. Бұл нағыз оригинал Қытайда жасалатын Discovery оптикасы. Мынандай қорапта келеді. Оптиканың өзі. Міне оптиканың өзі. Өзімен бірге қосалқы заттары, ол мынау матасы, объективті сүртетін және инструкция ағылшынша бұл жерде барлығы жазылған. Сосын мынау аңшылықта қысқаша енді шпаргалка десе бола ма, барлығы осыған мынаған настройка жасайтын, осыған қарап отырып настройка жасасаңыз болады. Аңшылықта қалталарыңызға салып жүресіздер, кез келген уақытта қарайсыздар. Мынау заты, ол басына бұратылады, сырты. Сыртын ашып көрсетейін қазір сіздерге. Мынау зат мынаның ішіне оратылады, бұратылады мынаған. Сосын аңшылықта бұл күннен қорғайды, мысалға күн көзге шағылыспау үшін соған арналған. Және мынау зат, ол мынау анықтығы, мысалға аңшылықта мынау мутный болып несін анықтығын қоятын зат. Қолбақпенен мысалға аңшылықта мынаны ұстаған уақытта қолдарыңызға ыңғайсыз болады ғой, сондықтан мынаны алып мына жерге бекітіп қойсаңыздар, аңшылықта осымен ыңғайлы болады. Бұл прицел алюминнен жасалған. Сырты алюмин, іші азотпен толтырылған, бірақ ол азот мысалға аңшылықта сіз суықтан ыстыққа немесе ыстықтан суыққа кірген кезде көбінесе нелер іші буланып кетеді, немесе жаңбырлы күндері буланып кетеді, мынадан қараған кезде көрінбейді. Сондықтан мынаның ішінде азот толтырылған, бұл буланбайды. Сондай артықшылығы бар. Бұның ұзындығы 270 мм, салмағы 450 грамм. Мынау объектив, алдыңғы мынау несі, объективі бұл 40 мм. Бұның негізгі әртүрлі моделі бар. Мендегі моделі HD 3:12 40-қа. 3:12 дегеніміз ол ең жақын қашықтығы, 12 алыс қашықтықты түсіреді. Бұл прицелдің ішіндегі бірақ жарығы жоқ, подсветкасы жоқ. Ал кейбір нелерде ішінде, мысалға көздеген кезде ішіндегі несін подсветка жанып тұратындар да болады батареяменен. Енді қысқаша өзіне айта кететін болсақ, мына жерде бұралатынын ыңғайлы қылып істеген. Мысалға былайынан тұратын болса, қандай қашықтық керек, мысалы алысқа ататын болсаңыз, мынаны былай қарай жылжытасыз, 12-ге қарай, немесе былай қарай 3-ге. Мынау алыс қашықтықты жақындататын. Және мына жағы, сол жағы, жаңа айттым ғой, анық болу үшін. Өйткені мысалға сіз алыс қашықтыққа былай бұрайтын болсаңыз, шамалы дұрыс көрінбейді, бұлдырлап көрінеді. Сонда бұлдырағанын былай бұрып келтіріп аласыз. Ал мынау үстіңгісі және оң жағындағысы, бұл үстіңгісі мынау жоғарғысын және көлденең соның настройкасын жасайды. Бұны бұраған кезде кәдімгідей. Мынау үстіңгісі және оң жағындағысы бұл ненің настройкасын жасайды. Біреу жоғарғысы және көлденең. Мына көтересіздерді, бұрайсыздар, шықырлап тұрады. Тамаша істелген. Мына жағы да тура солай. Бұл прицелдің ең кереметі, ол басқа прицелдармен салыстырған кезде қолжетімді, арзан. Мысалға басқа қымбат, жаңа брендовый дейміз ғой, сол прицелдарың 1,5 миллион, 2 миллионға дейін кетеді. Ал мына прицелдарың мысалы арзан, бірақ солардан кем емес. Жақсы өте. Сондықтан мен осыны өзім таңдадым.
Сіздер де негізі жаңағы карабин мылтықтарына іздеп жүрген болсаңыздар, осы прицелді алуға сіздерге кеңес беремін. Тамаша. Осы прицел ұнаса, астына сілтемесін қалдырып кетем. Қансонар промокодын жазсаңыздар, 10% жеңілдікпен аласыздар. Ал достар, бұл менің бірінші обзорым. Қолдауларыңызды күтем. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жаза кетіңіздер, міндетті түрде барлығына жауап берем. Және лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ассаламу алейкум.